Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыз модуліміз аты КМ05 еңбек қорғау қауіпсіздік техникасын, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау нормалары мен қағидаларын сақтау. Модулімізді қалыптастыратын пән еңбекті қорғау және экология негіздері. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электрлік тоққа зақымданған кездегі бірінші көмек. Арнайы пән оқытушысы Сұлтанова Саягүл Болысбекқызы. Оқытуды үйрету. Бірінші, электрлік қондырғылардағы жұмыстардың қауіпсіз өндірісін қамтамасыз етуіне арналған шараларды, қорғаныс құралдарын, адам ағзасына тоқтың әсерін үйрету. Пәнге деген қызығушылықты таныту. Тәрбиелік мәні. Салауатты өмір салтын ұстануға, өзара қарым-қатынастарды сыйластыққа ұштастыруға, электр қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Сабақты ұйымдастыру кезеңі. Студенттерді түгелдеу, сынып тазалығын тексеру. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене психологиялық дайындық. Отбасы оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ол бала тәрбиесі жөнінде мектеппен тығыз байланысты болуды өте жақсы түсінеді. Бала тәрбиесінің отбасында мектептен нәтижелі болуы ынтымақтастыққа негізделеді. Отбасы тәрбиесі бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекеттік алдындағы ата-аналардың борышы. Үкімет отбасына үнемі қамқорлық жасауда. Осының негізінде колледждің тәрбиесіне келгенде балдардың тәрбиелі және өнегелі болашақ маман болуына ықпал тигізеді. Электр тоғының адам организміне әсері. Жылулық, термикалық, химиялық, биологиялық, механикалық әсер тигізеді. Жекелей сұрақтар қою. Ұйымдастыру шараларына жататындар дата. Электр тоғының әсер ету дәрежесі бойынша қалай бөлінеді? Электр қауіпсіздігі дегеніміз не? Зақымдау түрі бойынша әсерлер қандай? Өткен тақырыпты еске түсіріп, сұрақтарға жауап береміз. Және смарт порталына кері байланысқа шығамыз. Бүгінгі сабағымыздың жоспары: электр тоғының соққысы, электр тоғы ұрған кезде жеке қорғаныс құралдары, электр тоғынан қорғаудың техникалық құралдары және ұйымдастыру жолдары. Электр тоғының ұру белгілері: тері жамылғыларының ағаруы, сілекейдің көп бөлінуі, құсықтың келуі, жүрек төңірегінің сырқырауы. Тоқтың әсерін жойғаннан кейін зардап шегуші шаршауды, бүкіл денесіндегі ауырлықты, еңсесін басуды немесе қозуды сезінеді. Жеке клеткаларының зақымдалуының нәтижесінде сырқаттар ауыр күйді бастан өткереді. Естен айырылу, дене температурасының төмендеуі, тыныс алуының тоқтауы, жүрек қызметінің әлсіреуі, дененің құрысуы белгілері белгіленеді. Токтың денеге кіретін нүктесінен шығатын жеріне дейінгі жолы ток ілгегі деп аталады. Ол төменгі жоғарғы толық ілгек болып бөлінеді. Төменгі ілгек аяқтан аяққа онша қауіпті емес. Жоғары ілгек қолдан қолға қауіптірек. Толық ілгек өте қауіпті. Бұл жағдайда ток міндетті түрде аяқ-қол мен жүрек арқылы өтеді. Нәтижесінде жүрек қызметі бұзылуы мүмкін. Электр тоғының соққысынан қорғану құралдары, оларды пайдалану түрлеріне қарай ұжымдық, жеке құралдар деп бөлінеді. Атқаратын қызметтеріне қарай оқшаулағыш құралдар, оларға жататындар ток өткізбейтін қолғаптар, резеңке төсенгіштер, кернеу көрсеткіштері, тағы басқалар жатады. Қорғағыш құралдарға әртүрлі тосқауылдар, торлар, қалқандар, көшпелі жерге тұйықталғыштар, тағы басқалар жатады. Қосымша құралдар ретінде сақтандырғыш белдіктер, жезтырнақтар, сатылар, қорғағыш көзілдіріктер, противогаздар, тағы басқалар жатады. Электр қондырғыларын қауіптілігін азайтудың мынандай техникалық түрлері бар. Потенциалды теңестіру дегеніміз жанасу және қадам аралық кернеулікті азайту әдісі. Сонымен, қорғау айырықы тез іске қосылатын автоматтандырылған ток көзін айырғыш. Кіші кернеулікті пайдалану әдісі кішірейтгіш трансформаторлар түзеткіштер арқылы. Ток көзіне қол жетпестігін қамтамасыз ету арқылы. Жермен тұйықтандыру әдейі істелген қорғағышты жермен тұйықтандыру арқылы. Жермен тұйықтандыру жанасу мен қадам аралық кернеулікті төмендетеді. Нөлдік сыммен тұйықтандыру. Бұлардан басқа диэлектрленген құрал-саймандарды, киімдерді пайдалану арқылы қауіпті төмендетуге болады. Кластерлер құрастырамыз. Сабақты пысықтау мақсатында
кластерлер құрастырамыз. Пойыз құрамасы ретінде вагондар түрлері студенттерге таратылып беріледі. Локомотив мұғалімде болады. Өткен тақырыптардың 2 сұрақ қою арқылы студентке локомотив суретін ұсынады. Бірінші, электр тоғы өткен кезде зардап шегушінің жеке түйсінулері қандай? Оны жазамыз дәптерге. Сонымен екінші, электр тоғы өткен кезде зардап шегушінің белгілерін атап жазамыз. Соның қасына жазып кластерлер құрастырамыз. Үшінші сұрақ, тоқтың денеге кіретін нүктесінен шығатын жеріне дейінгі жолы не деп аталады? Төменгі ілгек дегеніміз не? Жоғары ілгек дегеніміз не? Толық ілгек дегеніміз не? Электр тоғының соққыстан қорғану құралдары оларды пайдалану түрлеріне қарай қалай бөлінеді? Атқаратын қызметтеріне қарай қандай құралдарға бөлінеді? Өткен сабақтарға шолу ретінде 2 сұраққа жауап береміз. Нұсқаулық дегеніміз не? Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі неше бөлімнен, неше тараудан, неше баптан тұрады? Осы сұрақтардың барлық жауабын дәптерге жазу арқылы кластерлер құрастырылады. Сабақты қорытындылау. Жемістер жиын ойыны. Тоқ көзі жасырын сөз ретінде кроссворд құрастырамыз. Үй тапсырмасы. Қосымша әдебиеттерден кеспе қағаздарын дайындау. Электр тоғы адамдарды ұрған кездегі қорғаныс құралдары тақырыбында реферат жазу. Пазл жасау. Негізгі еңбекті қорғау. Кітабын 112-113 беттерді оқып, түсінік айту. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Смарт порталынан кері байланыс күтеміз.